Мына жанып жатыр. О, күзетші. Қолыңды ал. Шық аптекадан. Мына полиция дейді. Полиция. Назарбаев келетін кезде білеміз я, асфальтты щеткамен алып, тіс щеткасымен тазалайды. Күн қайырлы болсын, құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бүгін біз Түркістан қаласындамыз. Мына қоқысхана. Мына жерден ойлаңыз, бір сәтте қазір 50-ге жуық адам өтіп бара жатыр да, мына жерде бір күнде 1000-нан астам адам өтеді да. Мына қоқысхананы демалып, ешқандай шектеу ештеңе жоқ мына жерде. Кәдімгі адамдар кетіп бара жатыр. Қоқысты иіскеп, санитарлы станция бар ма, жоқ па? Мына жерде құрылыс шалынып құлайсың ба? Ешкімге қызық емес мұнда. Мұнда қоқысхана. Бірдеңе қазғанда бір құдай біледі ары қарай. Ақшалар бітіп қалды ма, бюджет қарастырылмаған ба, қайтып жауып кетуге шамалары жетпепті. Қазір қоқысхана мәселесі ары қарай жалғастырайық. Қаланың қақ ортасы Тәуке хан даңғылы, менің білуімше. Біз әлімден латиница көшіп болған жоқпыз да толықтай. Әні көріп тұрсыз ба? Біреулер бұлай сызық істейтінен, біреулер екі нүкте істейтін. Үңді қараңыз, ғыны қараңыз. Білмеймін. Бұлай қарасаң, халықты сауатсыздандырып, сауаты жоқ адам еткісі келе ма, түсінбедім. Әр қайсысы шатастырып адамды әр жақтан әр түрлі жаза береді. Ойына келгенін. Тағы да базар, дәріхана, тағы басқасы, міне. Негізі отыратын орындық қой, бірақ сыйқы. Кете бересің. Мына базарлардың әкімшілігі аренда, жалға орында жалға алып отыр ғой енді адамдар. Солардан ақысын алатын кезде аймай күнмен күн, сағат па сағат келіп тұрады, ақысын талап етеді да. Бірақ бізге жасап отқандары мынау. Арғы бетін көрдік жаңағы, енді мына беті. Қалалық әкімдікке қарасты мемлекеттік жол болуы мүмкін, бірақ коммунал шаруашылық бөлімі жоқ па? Уағалейкум ассалам. Кете бересің, қоқыс. Рухани орталық дейді. Рухани емес, бір қоқысхана орталығы деп атайықта Түркістанда. Қарсы еместер ма? Мен көп жүрген жоқпын мұнда. Кішкене ғана осы 15-20 минуттың шамасында түбіне қарай кірмей, аррақтарды арламай, ең үлкен көшелерінің сыйқы осы. Көшелеріміздің, біздің қала ғой. Қазақтың жер. Назарбаев келетін кезде білеміз я, асфальтты щеткамен алып, тіс щеткасымен тазалайды, ал бірақ түркістандықтарға, қалалықтарға, қала қонақтарына бұлай, мына жерде отырғың келе ма? Мысалға, шаршадың, шалдықтың. Мына қай дайоптың басына келген адам отырады да, артына түкіріп отыра ма сонда? Әлде аяғымен бұлай отырып алып, екі аяғын ортасынан аған түкіріп отыру керек па? Рашид Аюпов, сен жасадың ба? Жасаған болсаң дайопсың. Полиция дейді. Полиция. Полиция әлі орны бітпеген сияқты ойна. Пленкаға қарасақ әлде тонап кеткен ба? Мына жерден өрт шығайын деп жатыр. Көріп тұрсыз ба? Біреу темекісін тастап кетті да наның ішіне. Күзетші! Бергеңіз.
Мына жанып жатыр. О, күзетші. Бер келсеңізші. Қайырлы күн. Видео, аудио және бейне жазылым жүруде. Мына жанып жатқан көріп тұрсыз ба? Өрт сөндіргішіңіз бар ма? Полиция шақырыңыз мұнда. Полиция шақырыңыз, полиция шақырып беріңіз маған. Жүр емес, күзетші. Сізден көре тұра кетіп қалсаңыз жауапты боласыз. Бір ес алаң келіп, темекісін тастап кете салғанда. Мына жерде темекін көріп тұрмыз ғой. Дәл солай ананың ішіне біреу тастап кеткен. Мына қалаң қақ ортас. Тауке хан даңғылы. Полиция бар болса өзім тоқтатыш. Наның ішіне кез келген адам бұлай жарылғыш зат тастап кет. Құдай сақтасын, бірақ жарылғыш зат тастап кетсе, мына жерде бір күзетші жоқ та, жаңа күзетшіміздің өзі не істеген көрдіңіздер, я? Мына апай ғана суына кеп, рахмет. Мына жердегі камералар арқылы анықтаймыз, егер камера бар болса, кім тастаған? Міне. Мына темір жол әуе кассасының камерасы тұр ғой. Дәл соған қарап бұлай. Қазір анықтайтын боламыз. Қайда кассаның өзі? Жабық тұр ғой. Қайда кетті біздің күзетші? Ассалайым. Жүзекке хабарласып жібересіздер ме? Өрт болып жатыр деп. Сыртта. Қоқысқа біреу темекі ма бірдеңе тастап кетті, жанып жатыр. Хабарласып бересіз ба? Өзім звондайын ба? Адам өліп жатыр десе де өзіңіз звондасай деп тұрасың осылай? Жоқ, енді қоқысқа тастап кетіп тұрып жүрміз ғой. Кішкене болса көшеде. Просто полиция шақырсаң болмай ма? Көмек ретінде? Маған бере салсың. Өзім ақ өжіп көрем ғой. Беш асқар сөзді ғой. Өртенген қорқып кетсе кәшке. Мына жақта адам зорланып жатса, мына жігіт сіздерге көмек бермейді. Қоя, медаштар бар. Бұл дәріханаға келмеңіздер. Медаштар бар. Сіз дұрыстап сөйлеңіз, е? Қолыңды ал. Шық аптекадан. Шық аптека. Сен маған тыйым салып тұрсың ба? Не керек саған? Не керек? Дәрі керек па? Аскорбин керек? Назым, аскорбин дәрі берші мына балаға. Білмеймін, укол алма не керек, сұрай бер. Сен дәл есіп қасында тұрасың ба? Анау, қандай өрт болып жатыр? Өрт па, қазір көреміз ғой, жүзек деген екен. Қандай өрт болып жатыр? Аскорбин ба? Дәріханаға кіріп көрмеген соң. Аскорбин қышқылын беріңдер. Қызық жұртшылық Түркістанда. Бекфарм дейді. Не болма? Не, ручка беремін. Бересіз? Артық нәрсе жарнамалап жүрмейді. Спиртный амбуляция бар ма? Бар дейді. 85-97. Орынкүл ма?
Mына жігітке аскарбен берді, назар тестер. Мына жақ қанша Жоқ, кезек бойынша тез дегеніз. Сен кіріп шығып алдын аламысың ба, не yapsın? Сен қалай сөйлейсің? 400-700 Қалай сөйлегің бе, солай сөйлейін. Дұрыстап сөйле. Ha? Дұрыстап сөйле, мен сен желің емеспін. Yürü dedim. Дұрыстап сөйле дедім мен саған. Sen demesin bana yürü dedim, dұрыстап söyle. Сатушы, дұрыстап сөйле дедім саған. Sen satушы емессің мені. Кімсің енді? Не жұмысың бар кімге? Не жұмысың бар ма? Ренжіппеш. Аскарбин қышқылын беріңізші маған бір. 10 дана қой, а? Жо, мынау не? Түсінбедім. Бағасын айтып отырсыз ба? Регуляция бере салыңызшы. Рахмет. Біреу. Вам адам ет. Olma. Есіктің жоғарысында өрт болған жағдайға шығу деп жанып тұру керек. Қауіпсіздік. Түтін болып жатса адам көрмейді көз. Сол жарықты көру үшін. Бейжайлық адамдардың бір күзетші, бір тәртіп сақшысын көрмедік әлі. Сәлем дейсің. Әлі де Түркістандам. Мұнда жүргеніме 1-2 сағаттан асқан шығар. Мына қоқысқан адам жаңа мен де-фактоға барған кезінде мына жердегі жанған қоқысты біреу алып кетіп қапты да мына жерден. Жанғанның ізін, қалдығын, күлін. Бірақ қалғанын сол күйі қалдырыпты. Қазір мына жақта полиция келе жатыр. Қайырлы күн, аға лейтенант Жамбыл Шекербекұлы Рахматулла, бейне және аудио жазылым жүруде. Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Ат, Мәділік, фамилия, Марқабай. Мен мына жағын оқиын да, қазақшасын алып істесем. Марқабай Әділбек Ержігітұлы 24 жылға дейін. Так, жақсы. Аға лейтенант, біз қазір қоқысқан адамыз ба? Қалан қоқыс шығаратын жер емес па мына жер? Көрініске қарасам сондай түсінік келеді да, сондай ой келеді. Мына адам отыратын орын ғой, негізі? Сондай жоспарланған ғой, Мына өзіңіздің учаскеңіз ғой. Жақсы, шара қолдансаңыз мынаған. Бағана мына жерде коробка жатқан анандай темекінің қалдығын тастап жанып кеткен. Ол видеода бар, сусын сататын. Ана камера түсіріп тұр біріншіден мына жерде. Менің видеомда бар. Мен ар жақта де-фактоны естіген шығар, де-фактоға барып қайтқаным. Сол жақта болған кезінде мына жердің жаңа күлдап кетіпті, енді мына жақта бәрібір тұр ғой, тазалап кетпепті, кім алып кетсе де. Сусын сататын апай ғана суын алып кеп мына жерді сөндірді. Әйтпесе мына жердің бәрі өрт болып жататын еді. Мынаны шара қолданайық енді. Мынау базардың жолы ма, әлде әкімшіліктің, мемлекеттің ба? Көшенің бойы ғой. Әкімдік Нұрболға қарасты ба әкімде, Әкім көріп тұрсың ба? Мына жерлерде камера бар, нақты кім екенін білгің кеп бара жатса. Мәне, әуежай дегенің артында. Кім тастаған, не тастаған білгің келсе. Мына өтіп бара жатқан қарапайым адамдардың қоқыс емес, мына жерде пицца, мына жерде жақын жерде пицца сата ма? Жанбол, әкемнің аты Шекербек, тегім Рахматулла. Өз есімім Жанбол. Жеке куәлігімді ма? Жақсы. Менен әдетте сұрай бермейтін, бірақ жақсы. Дәлелдеме бар ма? Мынау деп тастадыңыз. Комиссия бар шарасы. Қолыңыз қалдыңыз ба, мен рұқсатымсыз? Не? Кім шығарғанын ба? Қандай дәлел түсінбедім? Жоқ, мысалға, Жоқ, тастағандарды жоқ. Жалпы мына жер қоқысхана болып жатыр. Бұл жер қоқысханаға арналмаған ғой. Жақсы, кет. Мына жерде ешқайсында камера жоқ екен, сыртында тек қана жалпы осыған қарағанына бағана көрсеткенде әуежайдың кассасының бөлімшесінде ғана екен. Маскаңызды тұрғы не? Үшіп кетті ғой?
Көмегіңіз беріп отқан камера иілген да. Андегі қоқыс тастап. Жазуларыңыз беріңіз бе? Не берші, айна берші. Оқидың да олар. Үлкейдерін ақ көрсететіндесі. Жоқ, сіздерді түсіріп жатқан жоқ, мойындамаңыздар. Мишкасы қай жерде бар, мишкасы? Газет журналдарын берсе енді оқып алайын. Апа асығыс па? Айып етпеңізші апа, ана жерді қоқысханаға кетті да, соны тазалап қоймасақ әйтпесе жеркенішті да, қалан қабыртасы қоқысхана отқан. Мен анамды күтіп отқам негізі ана жерде. Кішкене отырайын дедім, бір орындық таппадым да. Қаласында сіз сияқты азаматтар көп болса, Тазалық. таза болады. Әрбіріміз белсенділік танытқанымыз жақсы, өз жеріміз. Әрине, сен құқың жоқ, соттан рұқсат алып кел демей, жарайсыз. Соны айтып тұрмын, жарайсыз деймін да. Бүгінге қойын ба? Иә. Бүгінге. Иә. Бұның бәрін көріп тұрмын. Оның бәрін көріп тұрмын. Мен аны білмеймін, ана баламен қол тимеді, оқидым беретін. Білмейді, апа, тұратын. Оқидым беретін. Сен берсе оқидым. Мен мына жер тап-таза болып тұр. Үш бөлбек көзірек болды ма? Етнеше, сәл бөліміз жоқ па? Жоқ, бұл мен көшеде кейіп қана жүрмейді ме? Қазір тап-таза. Иә, сағат қанша бұл? Намазға керек та, кітап оқиды да. Ана коробка жатыр ғой, өз бағана жанған коробка сол ғой. Лесі нормально. Жоқ, бұлар просто пружинада бүйтіп барып келеді да. И және анау сызсақ темір Қамайды дейді. майысқамайды. Жатырады бұл. Үш әмдеңді. Түсірсеңізші, үшке берсеңізші. Ертерек қоя бер. Мәне жоқ. Коробка жоқ. 2,5-ға берсеңізші. Пайда болды. Есес планшет аласыз ба? Ондай жоқ па арзанда ол? Арзанда ғой, просто майысқалай бердіңде ғой бәрі. Опа. Білмеймін, өз қаласына жаны ашымайтын қандай адамдар. Беретін болды. Біздің не ма? Орындықтың қасында қоқысхана ол сусын жеген кішкентай шоколадтардың қабығын тастауға ғой. Просто ана сіздің темір соншамаайды аласы и майысқалай берді. Немерем сындып кетті оны. Негізі да? Таяқ күлмей ақ қой, ана босболдар мына жақта бесеу, мына жақта бесеу, сол босболдар сындып кетті. Пайдасы сол, жанына. Рахмет. Немелер балдар төлемейді ғой, апалар темірді өздері алады ғой. Дұрыс, тігіс тығамай кешеден бері әрі жүрдім да. Нақ көршіміз екен ғой, бір бутиктен ары. Қайтып келе жатыр ғой, ұяты жоқ. Қай бутиктен шықты? Келесіз ба? Кондердан кейін кесіп қой. Бұл былай ғой, анан артында скамейканың алдында қоқыс тастайтын бар ғой да. Иә. Сәлде жоқ па. Бұлар көбінесе шана базардың іш жағынан жүрен жаман кетеді же. Ол сол жерде отырған адамдар пісте шағуға, баклашкасын, напитоктың суын тастауға ғой. Мен бағам мына жерде түсіріп, жаным жатыр дегенде, бұл балам мына жерден қызық көріп отқан екен да, мына жерден. Полиция керек деп шақырып атқан кезінде мына жерде отқан екен. Ал мына жерде қара пакетті, мынаның ішінде 9:30-да, ол да кішкентай бала бір 12-13 жасар, ол да қоқыс алып кеп тастаған. Енді сұрақ, әкім. Түсінем, я саған дейін Рашид түсіп кетті, енді осыны тазалайтын ойың бар ма, жоқ па? Ниетің бар ма, жоқ па? Мына жерде күнде мыңдаған адам өтеді да. Тазалық сақтай алу қолыңнан келе ме, келмей ме? Мына бутиктегілерге арналған қоқыс жәшігі өздерінде болу керек шығар. Мына қоғамдық орын, мына базардың меншігі емес, бұл қоғамдық орында. Бұл жерде мен сияқты кез келген адам келіп отырады, сусынын ішеді, соны тастап кетеді, біткен болса. Ал саудагерлерге арналған қоқыс орын емес қой мынау, мына болмайды ғой бұлай. Мына базар кімдікі? Мен қазір атайымда осының анықтайымда аты жөнін сосын шығаратын болам. Ақша алатын кезде, жалға ақша алатын кезде мыналардан жалға алып отыр ғой сенен. Ақша алатын кезіңде пысықсында келіп ақша аласында, бірақ сен оларға қолайлы жағдай жасамаған болып тұрсың да.
Нұрбол да әкім де кінәлі, мына базардың иесі де кінәлі. Мына кішкентай бала жаңағы жанған қорапты тастаған, оған қазір ештеңе дегім де келіп тұрған жоқ, ағасын шақырсын. Бірақ қоқыс тастаған камерадан жаңа көрдік осы бала. Мынау өз қаламыз ғой, өз түркістандықтар, өз жеріміз. Мынандай шошқа ханалыққа дейін жеткізіп тастаған ес, шошқа хана мынандай емес қой. Мына проектировщик проектті жасаған, орындықты жасаған адамға таңым бар, сен доссың ба? Мынаны немен, не оймен жасадың мынаны? Мына қоқыс салатын жәшікті не сонша үлкен етіп жасадың деймін да? Қақпайсың ба, басың істемей ма? Әлде осында базарлықтар осында келіп тастасын дедің ба? Таңым бар саған. Нұрбол, саған да таңым бар. Әкім бола тұрып, сен қаланы қабылдап алдың да, маған дейін жасап кетті ғой деген әңгіме болмайды ғой. Сен қаланы қабылдап алғаннан кейін, сен барлық жерін анық-қанығын бәрін білу керексің, қандай кемшіліктер бар екен. Шығып жүріп көрсейші кішкене. Мен анамды базарға алып келген болатынмын. Жай ғана отырайын дедім, бір жерге отырайын деп қарап қалсам, мына жер мынандай. Машинаны де-факто жақама бір жерге қояйын десем, жаңағыдай жағдай. Шалынып құласаң көзіңнен арматур кіріп, басың арғы бетінен шығатындай жағдай болып тұр. Қауіпсіздік, адамдардың өмірі сендер үшін бірдеңе, бір маңызы бар ма кішкене осын? Сіз ет сатушы басқалардан, кафе, асханалардан ақша алатын кезде барсың, мынандай кезде неғып жоқсың? Ешкім ақша бермей ма бұл жерде? Білмеймін мен. Камера көрсе ғана қызмет ете ма біздің адамдар? Камерасыз шын көңілден жұмыс істеуге. Мына жақтағы өтіп баратқан, мына жерден өтіп баратқан адамдарға да айтарым да, қақырып, түкіріп, сіңгіріп кетпесеңдерші, бак, көше қойнау, болмайды олай. Есіктерің алдына барып, мен де қақырып сөйтіп жинап кетсем қалай көресіңдер? Сағыз жапыстырып. Адамсыңдар ма? Адам сияқты отырыңдар. Ішетіндерің түсіңдер суларыңды. Тастаңдар, кетіңдер. Сағыз жапыстырып, мұрынбоқтарын жақып кеткендерің не? Ал ЖКХ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі және Түркістан тазалығына әкіміне мынандай қоймаңдар. Көрдіңдер ғой адамдардың менталитетін, толтырып қоқыстарын алып келіп, анау сияқты толтырып кетеді мынандай етіп. Бір жәшік қойыңдар. Мына базардың тазалығымен ба, әлде өздерің ба келсіңдер де жәшікті сағат сайын тексеріп тұрыңдар. Мынандай халге жеткізбе. Нұрбол, танымайтын боларсың мені. Жанбол Шекербекұлы рахматылы, аты жөнім. Мен саған жиі қонақ болып тұратын сияқтымын ғой. Өзің жұмыс істемесең мен итермелеп, демеп, мен саған көмек беріп тұрайын. Қай жерде қандай кемістік бар екен көрсетіп тұрайын, я? Мына қоқыстың орындыққа қатысты, орындыққа жабыстырып, ешқандай дені дұрыс мемлекетте бұлай жасамайды, қоқысқанан орындыққа жабыстырмайды. Кесіп тұстаңдарынан, алып тұстаңдар, орындыққана тұратын, жәшік тұратын болсын, тап-таза болып. Жәшікті 1 сағат, жарты сағат сайын келіп тексеріп тұратындай болсын. Мына базардың, бутиктің әкімшілігіне айтарым. Қоқысқана ұйымдастырып беріңдер мына жаққа, қызметкерлеріңе. Ақша алып отырсын. Ақша алдыңдар ма, қызмет жасаңдар. Байланыса боламыз. Жанбол Шекербекұлы рахматулла.